Сәлематсыңдар ма, балалар? Әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңдер. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құмырсқаның қанағаты атты ертегі. Бүгін сабақта сен ертегідегі кейіпкерлердің портретін сипаттайсың. Оның іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып бағалайсың. Мысалды сахналайсың. Балалар, қанағат деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Қанағат сөзін айтқанда сендерге қандай ой келеді? Осы қанағат сөзін топтастырып көрейікші. Қанағат деген ең асыл қасиет екен. Қанағат қарын тойғызады. Қанағат барға риза болу. Қанағат үнемдей білу екен. Қанағат жоққа шыдау. Қазақта мынандай мақал бар. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар дейді. Осы мақалдың мағынасын анықтап көрейікші. Қазақ халқы қанағат пен шүкірлікке аса мән берген халық екен. Қанағатты қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар деуі соның айғағы. Бабаларымыз ежелден барға қанағат, жоққа салауат айтып келген. Ұлы Абай атамыз да қанағатты 5 асыл істің біріне жеткізуі тегін емес. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз деген екен. Сондықтан барға шүкірлік айтып, тәуба жасау да аса маңызды болып келеді екен. Сондықтан балалар, әрбір адам қанағатшыл болу керек. Бүгінгі біздің ертегіміздің кейіпкері қанағатшыл құмырсқа туралы. Ал құмырсқа қандай жәндік? Біз алдыңғы мысалдан да білеміз. Құмырсқа жер шарында кеңінен таралған жәндік екен. Денесі, бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Көкірек бөлімі жіңішке, онда да 3 жұп аяқтары бар. Құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы дамыған. Құмырсқалар көбіне топталып, арнайы илеу жасап тіршілік етеді екен. Әрбір илеуде аталық, аналық, жұмысшы құмырсқалар болады. Құмырсқадан алынатын дәрілер буын ауруларын, қант диабетін емдеуде, қан қысымын реттеуде қолданылады екен. Оңтүстік Азия елдері, Мексика тұрғындары құмырсқаны тағам ретінде пайдаланады. Оның илеуі де ем болады екен. Балалар, құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды екен. Бүгінгі біздің құмырсқаның қанағаты ертегісін қазір барлығымыз отырып тыңдап көрейік. Ертеде жан-жануарлардың тілін білетін оқымысты болыпты. Бір күні ол құмырсқаның илеуіне келеді. Сенің белің неге жіңішке? Себебі мен құмағай емеспін. Бір бидайды қанша уақытқа дейін жеткізе аласың? 1 жылға жеткізе аламын. Олай болса, мына қорапта 1 жыл бойы тұрасың. Мен саған 1 жылдан кейін келемін. Мен бір дәнді 1 жылға жеткізем деп едім. 1 жыл уақыт өтті, ал сен жартысын ғана жепсің. Сонда қалай? Мен бір дәнді 1 жылға ғана жеткіземін. Егер де сен мені 1 жылдан кейін келіп босатуды ұмытып кетсең, мен бостан-босқа аштан өлемін ғой. Сол себептен жарты дәнді 1 жылға жеткізуге қанағат еттім. Расымен де таңғаларлық жағдай. Мен енді бұдан былай адамдардың арасында қанағатшылдықты, құмырсқадан үйрену керектігін айтып жүретін боламын. Құмырсқаның қанағаты ертегісін тыңдадық. Енді балалар, ертегілердің қандай түрлері болатынын есімізге түсіріп көрейікші. Ертегілердің қандай түрлері бар еді?
қиял ғажайып ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер. Ал енді жаңағы тыңдаған құмырсқаның қанағат ертегісі осы ертегілердің қай түріне жатады? Дұрыс ойладыңдар. Бұл ертегі қиял ғажайып ертегіге жатады екен. Енді осы ертегіде оқыған құмырсқаның қандай қасиеттер сипатталған ертегіде? Бұл ертегіде құмырсқаның қанағатшылдығы және шыдамдылығы сипатталған екен. Балалар, ары қарай осы ертегі бойынша тапсырмалар орындап көрейік. Ертегідегі кейіпкер құмырсқаны сипаттап жазайықшы. Құмырсқа қандай жәндік? Дәптерлеріңді ашып, жазып қоюларыңа болады. Біз алдыңғы тақырыпта құмырсқа мен шегіртке мысалын оқығанбыз. Сол құмырсқа мен шегіртке мысалындағы құмырсқа қандай құмырсқа? Шегіртке мен құмырсқа мысалындағы құмырсқа ол еңбекқор, талапшыл екен. Ал бүгінгі құмырсқаның қанағаты ертегісіндегі құмырсқа қандай екен? Ол қанағатшыл, шыдамды екен. Міне екі мәтіндегі ертегі құмырсқалардың арасындағы айырмашылық бар ма? Мысалдағы құмырсқа ол еңбекқор, талапшыл, ал бүгінгі ертегідегі құмырсқа қанағатшыл, шыдамды екен. Оқыған мәтіндерге сүйеніп, құмырсқаны сипаттай аласыңдар. Келесі екінші тапсырмамыз берілген сөздердің ішінен құмырсқаға қажетті қасиеттерді теріп жазыңдар. Қане, құмырсқаға қандай тән қасиеттер бар осы сөздердің ішінде? Соны теріп жазып алайық. Қане теріп жазсаңдар, енді менің нұсқаммен салыстырып көріңдер. Құмырсқаға қажетті қасиеттер қандай екен? Олар қанағатшыл, ұйымшыл, еңбекқор, қайратты екен. Жақсы балалар, бұл тапсырмада сен құмырсқаға қатысты қасиеттерді теріп жаза алдың. Балалар, бүгінгі сабағымызда сендер не түсіндіңдер? Жетістік баспалдағы арқылы өзіңнің бүгінгі сабақта не түсінгеніңді саралап айтуыңа болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.